Қайырлы күн достар, сізбен бірге ең жұмсақ сүзбелі ватрушки дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт қажет. Оған қант қосамыз, шым тұз қосамыз және дрожж қосып, жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқа мен сұйық май қосамыз, араластырамыз жақсылап. Содан соң електен өткізіп, ұн себеміз. Араластырамыз, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды ыдысқа салып, бетін орамалмен жауып, 1 сағат жарым тындырамыз. Дайын болған қамырды керекті көлемде етіп бөліп аламыз. Содан соң оны қолмен домалақтаймыз видеодағыдай. Қамырымызды домалақтап бітірген соң, оның бетін орамалмен жауып, жарты сағатқа тағыда тындырып қоямыз. Енді ыдыстың көмегімен тереңдетеміз. Ыдысымыз жабысып қалмау үшін аздап майлаймыз. Начинкаға бізге сүзбе керек, оған қант қосамыз, жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған начинкамызды қамырдың үстіне саламыз. Екі қайтара салып, үстіне нығыздап басамыз. Жұмыртқаның сарысын щетканың көмегімен жақсылап майлап шығамыз. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіреміз. Достар, сіздермен бірге болған жансая. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.